Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен овсяное печенье, яғни сұлыдан жасалынатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Печенье өте дәмді, ерекше болып шығады. Дүкендікінен артық болмаса кем түспейді. Бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майға қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Екеуі бірігуі керек. Үстінен бір жұмыртқамызды жарамыз және жақсылап араластырып аламыз. Овсянкамызды саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Ұн мен разрыхительді араластырып, қоймалжың тесто жасаймыз. Барлығын толықтай араластырып алып, шай қасықтың көмегімен табамызға осылай майлап орналастырып шығамыз. Араларын алшақ беріңіздер және қолымызды сулап алып, туралап шығамыз. Қатты жайып жібермеңіздер, печенье өзі жайылып піседі. Осылай жасап шығасыздар бетін. Және 180 градуста қызып тұрған пеште осылай пісіріп аламыз. Беті қызарып піскенге дейін. Осымен біздің печеньеміз дайын. Қыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Осы видеоға лайк басып, менің YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақнұр.